Ал қазір суретші Гүлфарида Жаниянованың жеке көрмесі туралы сюжетке кезек берейік. Суретші Гүлфарида Жаниярованың көрмесі «Мен өмір сүретін әлем ғажайып» деп аталады. Оның көрмеге қойылған шығармаларында ұлттық бояу туындының мәні мен мазмұнын тереңдете түскен. Мысалы, көк түспен көмкерілген ханшайым бейнесі қандай көркем. Кенеп бетінде туынды бояудың қанықтығымен қоса асыл тастармен безендірілген. Сәндік паноларды қарасаңызда, бұл міндетті түрде бұл кісінің осы қол өнері мен бейнелеу өнерін екеуін біріктіріп, бір жанрға ұштастыруы да бір ерекше қасиеті. Суретші шығармашылығы алуан түрлі. Мысалы, көрмедегі мына бір соңғы жаңалықтарды бір-біріне айтуға асыққан әжелердің образы әсерлі де қызық. Қозылақтың қасында жіберіп отырған әже айналасындағы табиғатты өзі жайнатып түрлендіріп отырғандай, суретшінің сүйікті жанры жан дүниесіне қуаныш, шабыт сыйлайтын натюрморттар, әсем гүлдер мен табиғат көріністері. Гүлфарида Жаниярова еліміздегі ең алғашқы халықаралық қуыршақ авторлары одағының мүшесі. Халықаралық қуыршақ көрмелерінде өзінің кәсіби шеберлігімен талай рет сынға түскен айтулы шебер. Ең бірінші осы қуыршақтарды жасағандағы бір ерекшелігі суретшінің бұл қуыршақтардың ең бірінші эскизін жасап, үлгісіне дейінгі, оның жаңа маталарды таңдап тігуіне дейінгі процестерін өзі қолымен жасай отырып, ең соңында бір дана қылып шығаруында. Мен қуыршақ жасаумен бала кезімнен айланысамын. Әдетте қуыршақ жасаушы шебер бірнеше мамандықты қатар меңгереді. Ол тігінші, етікші, мүсінші және адам анатомиясын, өткен дәуірдегі костюмдердің тарихын білуі тиіс. Қуыршақ жасау үшін шыдамдылық қажет. Ол ыждахаттылықты талап ететін қиын жұмыс. Бүгін суретшінің топтамасындағы қуыршақтардың саны 200-ден асады. Гүлфарида Жаниярова өзінің шығармашылығы арқылы елімізде қуыршақ өнерінің дамуына өлшеусіз үлес қосып келеді.